Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге 5-ақ минутта жасалынатын, иммунитеттеріңізді тез көтеретін, қызылшада жасалынатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге 2 дана қайнатылған қызылша, қара өрік, грек жаңғағы, 1 дана алма және 1 құты йогурт қажет. Ең алдымен алмамызды 4 бұрыш етіп тураймыз. Алмамызды турап болған соң ыдысымызға саламыз. Келесі жаңғағымызды тураймыз. Жаңғақты тым майда етіп турамаймыз. Кішкене ірілеп етіп тураймыз. Сонда дәмі салатта өте дәмді болып сезіліп тұрады. Келесі қара өрігімізді де ұзыншалап тураймыз. Егер 4 бұрышты етіп турайтын болсақ, ол да майдаланып кетеді, сондықтан оны да ұзыншалап турап аламыз. Қайнатылған қызылшамызды да 4 бұрышты етіп тураймыз. Келесі йогуртымызды салып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Кез келген өздеріңізге ұнайтын йогуртты таңдай берсеңіздер болады. Салатымызды дастарханға тартатын тәрелкемізге әдемі етіп саламыз. Салатымыз дайын, енді оны әрлеу өз фантазияларыңызға байланысты. Салат витаминді болғандықтан балғын қиярмен, грек жаңғағымен және 1 дана сары өрікпен әсемдеп шықтым. Салат өте тез дайындалады, аз-ақ уақытыңызды алады, сонымен қатар витаминге бай, иммунитетіңізді тез көтереді. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менімен болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта рецепттерімді жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.